Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен сондай нәзік, дәмі ерекше капкейктердің рецептісімен бөлісетін боламын. Бізге қажетті ингредиенттер ұн, сары май, сүт, жұмыртқа, қант, разрыхитель және ванилин. Миксеріміздің ыдысына бөлме температурасындағы жылы сары май, қант және шым-шым тұз салып, жақсылап миксермен араластырып алатын боламыз. Капкейкке қосылатын ингредиенттер міндетті түрде бөлме температурасындағы жылы болуы керек. Енді осы массамызға жұмыртқаны бір даналап салып, жақсылап миксермен соғатын боламыз. Миксерлеген кезде ыдыстың жан-жағына шашыраған массаны силиконды лопаткамен жинай отыра миксерлейміз. Жылы сүтке ванилинді қосып, қасықпен жақсылап араластырып, жұмыртқалы массаға қосамын. Миксердің ең жоғарғы жылдамдығында жақсылап 5 минут араластырамын. Електен өткізілген ұнға разрыхительді қосып араластырып, сұйық массамызға бірден салып, жақсылап миксерлейміз. Достар, егер сіздерге видеом пайдалы болса, лайк басып, каналыма тіркеліп, қоңыраушаның белгісін басып қойыңыз. Жұмыртқалы массамызбен ұн араласқанша миксердің ең төменгі жылдамдығында араластырып, одан кейін ең жоғарғы жылдамдықта 3 минут миксерлейтін боламыз. Осымен капкейктің қамыры дайын, осындай сұйық қамыр болып шығу керек. Енді осы қамырымызды капкейктің арнайы ыдыстарына құятын боламыз. Ыдысқа құйған кезде 2 қасықтан көп құймау керек, себебі капкейк көтерілген кезде ыдыстың сыртына шығып кететін болады. Капкейктің осындай ыдыстары болса, темір қалыпты кигізу міндетті емес. Енді қызып тұрған пеште 170 градуста 30 минуттай пісіретін боламыз. Піскенін міндетті түрде ағаш таяқшамен тексереміз. Мінекей, біздің капкейктер пісіп дайын болды. Енді осы капкейктерді міндетті түрде суытатын боламыз. Капкейктің кремін дайындаймыз. Сливки және творожный сыр міндетті түрде салқын болу керек. Аздап қант қосамыз. Ингредиенттердің барлық мөлшерін описание бөлімде жазып қалдыратын боламын. Ең бірінші творожный сыр мен қантты жақсылап бір келкі болғанша миксерлейтін боламыз. Миксерлеген кезде осылай ыдысымыздың жан-жағына шашыраған массамызды жинай отырып, бір келкі етіп жақсылап миксерлейміз. Енді осы араласқан творожный сыр мен қантқа сливкиді қосып, ең жай жылдамдығынан бастаймыз да, бір келкі болып араласқаннан кейін жылдамдықты жоғарылатамыз. 3 минут шамасында крем өзінің формасын ұстағанға дейін осылай миксерлеп алатын боламыз. Осы дайын болған кремімізді кондитерлік қалташаға саламыз. Кез келген өзіңізге ұнаған насадканы пайдалансаңыз болады. Достар, видеоның соңына дейін көрген болсаңыз, лайк басып, комментарийға өз пікіріңізді қалдыра кетіңіз. Осылай видеода көрсетілгендей етіп, кремді айналдыра әдемілеп құйып шығатын боламыз. Капкейктерді өзіңіздің қалауыңызша ұнаған жемістермен әсемдеуге болады. Мен осы үйдегі бар апельсин және қарақатты қасына қойып, сәндеп шықтым. Достар, осымен біздің капкейктер толығымен дайын болды. Енді іші қандай болатынын осылай воздушный керемет дәмді болып шығады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер, жақындарыңызды қуантыңыздар. Дастарханның сәнін келтіріп, сіздерге және жақындарыңызға ұнайтынына сөзсіз сенемін. Сіздермен бірге болған Ұлданай. Келесі видеода кездескенше.